Барлықтарыңызға ассаламу алейкум. Бүгін ең жұмсақ әрі дәмді булочкалар жасаймыз. Ол үшін ең алдымен 2 жұмыртқаға 100 грамм сұйық май, 100 грамм қант, жарты ас қасық тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жарты литр жылы сүт құямыз. Жақсылап араластырамыз. 1 ас қасық дрожж саламыз. Жақсылап араластырып, ұнды салып жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың бетіне сұйық май жағып, бетін жақсылап орап, жылы жерге қоямыз көтерілу үшін. Көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөлінген бөліктерді түрлі формаларға салып, булочка жасаймыз. Жасаған булочкаларымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Көтерілген булочкаларымыздың үстін жұмыртқа жағып, кунжут сеуіп, 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Пештен жаңа шыққан булочкаларымызбен сары майды жағып, жақсылап шай ішеміз. Барлықтарыңызға ас болсын. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.